Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Мұстафа. Мен Әлия Молдағұлова атындағы мектеп-лицейінің 1-ші сыныбында оқимын. Сыныбымды, ұстазымды, достарымды жақсы көремін. Бірақ мен бүгін отбасым туралы айтқым келіп тұр. Біз үйде үшеуміз. Мен үйдің ортаншы баласымын, атамның баласымын. Атам мен әжем әрқашан біздің сапалы, пайдалы уақыт өткізуге атсалысады. Атам зейнеткер. Күн сайын мені атам мектепке алып келеді. Ал әжем болса дәрігер. Біздің денсаулығымыз сенімді қолда деп айта аламыз. Мен оларды қатты жақсы көремін. Ал әкем мен анам жеке кәсіп иелері. Сәл уақыты бола қалса, әкем күн сайын менімен, ініммен және апатайыммен уақытын өткізеді. Мені спортқа, адамгершілікке, батырлыққа тәрбиелейді. Маған әкеммен уақыт өткізген қатты ұнайды. Анам маған кішкентай кезімнен әр түрлі өлеңдер жаттатады. Анам мені Сартай деп еркелетеді. Біз бүгін жиын-желіміз келіп, әдемі уақыт өткізіп жүрміз. Менің отбасым менің байлығым. Мен отбасыммен мақтанамын.